Танец – это человеческое движение, а движение – это жизнь, имеет целью рассказ сюжета, коммуникацию или выражение чувств, тем и идей. Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он постоянно изменялся, отражая культурное развитие. Итак, в национальном танцевальном направлении конкурса начинает первый технологический экономический колледж с номером «Дружба народов».
Перед вами выступает факультет инжиниринга и информационной технологии. Встречаем! Поддерживаем нашу красавицу! Перед вами выступают настоящие болливудские танцоры факультета экономики и бизнеса. Встречаем!
сабаққа неге келмейсіңдер? Біз күнмен айда билеп жүрміз. Samadek açını. Осында би деп жүрсіңдер ме? Қазір бидің көкесін көрсетейін сендерге. Маэстро, музыку! Ой, менің пілім тағы не білдірді? Анау Қалтай Сейітұлының машинасы ғой, қашты. Перед вами выступает факультет пищевых производств. Встречаем! Встречаем пищевого производства факультета.
Перед вами выступает факультет легкой промышленности и дизайна. Веселые шутки, задор всех. Веселые шутки, задорный смех, бурные аплодисменты. Говорят, смех продлевает жизнь. Так давайте же повеселимся вместе с клубом веселых и находчивых. Перед вами команда КВН факультета экономики и бизнеса. Встречаем ваши аплодисменты! Қайырлы кеш, құрметті атулықтар! Бүгінгі біздің 5 минуттық шығармашылық кешімізге қош келдіңіздер!
Осындай жігерлендіретін сөздерден кейін жігер триосын құрамаса қалай болады? Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами летает дрон. Постепенно мы промокнем под дождем. И сегодня мы прибавляем между нами летает дрон. Постепенно стихийно. Ойба, залға шығып кеттім, мынау көрінбейді, бағана автобуста жүргім. Қалайсыңдар қыздар, қалайсыз апай? Апай емеспін. А че тұрың қыртып кеткен? Тұрың, мен сабыр беш қоймайын, қақта жүрсің деп тұрың. Мені қазір кімнің мұғалім, кімнің қыз екенін ажыратамайсың. Кеше ғана мысалы базарға бардым, картошка 150 теңге болып кетті. Баяғыда 140 теңгеден алып жүруші ек қой мысалы. Жаңағы мұғалімі не болды, абайы не болды? Оқымаған ғой. Оқса әп-әдемі мысал келтіретін адам ғой. Тұры қартайып кеткен қыз. Ертеде Египетте тұрғынша емес адамдарды ұрып соғып зынданға қамаған. Сол кезде өмір сүргенімізде ғой екеуміз саған зынданға тамақ апарып беріп тұрсың. Ойбай, отбивканың үстінен сөйлеп жібереді екен. Күтіңіз кішкене. Айтыңыз енді. Өлең айтамын, елдер дубол шапалақтайды дегенің қайда? Апай, ол үшін маған минус керек. Сенің түрің өзі минус емес пе? Минус деген? Онда ән. Сұрашы. Атудағы шымкенттіктердің өлшемін. Ешкім жауап бермейді. Кеше үйде жатсам, атудың 60 жылдығы есіме түсіп кетті. Сөйтіп, атуға тосын сый болсын деп соткамды 60% қып зараттап едім. Байқыз ату мәз болып қалған шығар, иә? Қымбатты атулықтар, атудың 60 жылдығына арналған тосын сыйымыз бар. Қабыл алыңыздар. Hey, I got a Glock in my arm. Бұл негізі 60 деген сан болатын. Мұны түсінген де бар, түсінбеген де бар. Бұны былтыр көрсеткен негіз, бірақ 59 жасау қиын болды. Бәрекелді апай, мынау биде өзіңіз шығарғаныңыз көрініп тұр. Кәдімгі сіздің почеркіңіз көрініп тұр. Мынаны анау-мынау адам істей алмайды. Сондықтан да күнменен сазды сайысында КВН жанры бойынша биді айырып билеген марапатталасыз. Рахмет, мен осылай болатын білгенмін. Мына жігіттер айтады екен, әдемі қыздар қастарына онша емес, құрбыларын ертіп жүреді деп. Бірақ мен бұған келіспеймін, мен құрбылардың бәрі әдемі. Сол сөз саған қарап шыққан. Не? Сен неге бағанан бері ерегесіп тұрсың? Не? Не? Менен жарысасың ба? Давай ал. Cette fois, c'était la dernière. Көрдің ба сен өлең өз жақтырып тұрған жоқ. Бүгін бізге берген уақыт осымен тамам. Апай, тұра тұрыңызшы. Кешіріңіздер, қымбатты қонақтар, сценарийден бөлек. Күн айы бітеді қазір. Тұрсынай, не істейсің сен? Үйге барамын, сабағымды оқимын. Айгерім, сен не істейсің? Мен Тұрсынай үйіне барам. Анель, сен не істейсің? Мен биіме дайындыққа барам. Апай, сіз не істейсіз күн айдан кейін? Кешкі тамақ жасауым керек үйге барам. Күштіға барды. Жалғас не істейсің? Сіздер үйге барады екенсіздер. Мен үйге баратын бетім жоқ. Ойнап жүргеніме 3 жыл болды, әлі орнаған жоқпын.
енді мен вроде қалтай секішмен ойнағанмын үш жыл бір орын алайыншы мен де бір жолға енді орын беріңіздер. Ергежек 3-ке дейін дейді ғой, жалғасына беріңіздерші орын. Сіздермен бірге болған экономика және бизнес факультетінің жастары. Перед вами факультет легкой промышленности и дизайна. Бершалық атулықта! Ал жігіттер міне көптен келіп, айнала гүлдеп, қыздарымыз құлпырып, бұлбұлдар сайрап, қар жоқ бәрбіз. Дұрыс ана, айналамыз көркейіп жатыр. Иә. Арқырап тұрған сәтте 300-дің басын қоспаса да, 3 лифтінің басын қосып жатқан мына біздің ректор. Біздің ректор. Айналайындар ау, қай университетті көріңдер сендер. Кіріп келген кезде лампочканы салып жатқан. Бүгін күнмен ай сайысы. Аха. Жалпы күнмен ай деп отқан не екен білесіздер біздің? Не ол? Күнмен ай деп отқанымыз, күн деп отқан бұл біздің атудың әдемде сүйікті ұстаздары. Ой. Сонда Мұзафарны ай деген біз болып отырмыз ғой, а? Неге? Мына күні бойы сабақта ұйықтаймыз да түнде қуамыз ғой. Сендер ондайды қойыңдар. Енді, бұл енді күнмен ай сайысының ережесі бойынша бір мұғаліммен өнер көрсетуіміз керек. Бізге анау емес бір чемпион болған мұғалім болса. Бізде бар ғой ондай мұғалім. Кім? Былтырғы жылдың чемпионы Ләстіпай бар ғой. Ой, мен звондасайын. Хабарласайын мен. Хабарлас. Алло? Алло, Ләстіпай, сәлеметсіз бе? сәлеметсіз Рамазан. Қалай жағдайыңыз қалай? Шүкір жақсы, тез айтыңызшы Рамазан, қолым тимей жатыр, сабақсамын. Ләстіпай, сізге бір өтініш бар еді, биыл тағы бізбен бірге күнмен ай сайысына шықсаңыз. Ой, менің түк қолым тимейді, заведующий де жібермейді. Сабағым бар Рамазан. Кім? Ләстіпай, биылғы жүлде қоры 50 мың деп атыр. 50 мың теңге? Иә? Сахнаның артында тұрмын ғой. Қай көйлекке шығайын? Қара көйлегіңізді киіңіз, қара көйлегіңізді. Студенттер музыканы. Жігіттер танысып қойдар, былтырғы жылдың күнмен ай сайыстарының чемпионы Ләстіпай осы кісі міне. Қандай сайыс бойынша қалай чемпион болдыңыз сіз? Мә, сен кәдімгі менсінбей тұрсың ғой мені? Біле білсеңдер мен, былтыр деген бір бимен чемпион болып кеткен ғой? Қандай би? Жіберші музыканы. Бимен ғой мынау енді жайдарман болғаннан кейін, әзіл сайыс болғаннан кейін әзіліңіз жоқ па не апай? Мә, мен әзілде ойнай аламын. Сен бергеші. Мен ба? Иә, медет бергеші сен. Саламатсыз ба, не болып айта береміз? Саламатсыз, бора кеңізші. Бор? Не болды апай? Бор қайда? Бор мен ғой, бірден келмесеңші адам ет қорқып. Енді бор қайда, бор? Бор жоқ қой, бор апай, бордан бұрын есі қайда, жерде тоқылдап білмейсіз ба? Қоға жігіттер сендер қызық айтайын мен. Жаңа лифтіре тұрсам, бір апай жүгіріп келеді. Стопты басыңыз. Ой, басыма қашып кеттік. Ана апай ма? Ал жарайды жігіттер, мен тексердіңдер. Биледіңдер, әзілдедіңдер, әзіл айттыңдар. Сендердің қандай өнерлерің бар? Ой, бар ғой бізде. Көрсетейік біз. Көрсетіңдер.
Ендеше ойынымыздың басы лифтіге қысылып қалған баланың сөзімен бастаймыз. Тағы да қайырлы кеш достар, сонымен көреміз Қыз жібек кинофильмінен кішкентай ғана үзінді. Бекежан, сен менің ағам болсаң ағам шығарсың, бірақ Қыз жібек мына менікі. Ойбай, Қыз жібек мына менікі. Ағалар, тоқтатыңдар, тоқтатыңдар, қашыңдар, қашыңдар. Ойбай, не болып қалды? Метти. Жалғастырамыз достар. Тойда осындай пысық жеңгелеріміз өте көп кездеседі. Қалайдың арман едің, жүрегім болған емін. Ой, шүкір жақтым. Ой, сұрайлар кетті. Мына стол үстіне қойған өз басым. Жетелеп алған едің, Ой, мен жасаған ғой. Ей, айтпақшы. Ойбай, есмен не болды? Ойбай, сұрыпқа. Не болып қалды? Ой. Ой, жаңалық көп. Кеше деген бар ғой, мен ұлым Айдын ше. Білдің ғой? Ойбай, үйге келін әкепті. Ой, бұл қуанып. Әзілмат, мен жүрді КВНщик қой баламды, білесің ғой, 30-дан асты. Содан ойладық енді үйіне апарсайын шығар, әзілдеп отырған шығар деп. Сөйтіп апарған жоқ анда қызды. Содан құрсын енді жақсылап тұрып күтіп алайын деп, бауырсағымды иілеп, нанымды аштып, майды құйып, оны жақсылап қыздырып. Достар, тамашалаймыз. Асаба ағамыз, бірақ оның әйелі сол тойда даяшы болып жұмыс жасайды екен. Ассалаумағалейкум ағайын-ау, ендеше Майраның сүйікті де сүйкімді, сұлу келбетті жеңгелеріне сөз кезегім берейік ағайын. Жалғастырамыз достар. Тағам өндіріс факультеті мен жеңіл өнеркәсіп факультетінің мафиялық кездесуі. Раушан Ержановна, кешегі сұрақ қылайын не болды? Айналайын, махаббат, ержін арасын сұрақ. Расходтар келдік қой. Мыналар қайда жүр өзі? Шындылар, тамаққа не қосқансыңдар адам. Сіздерден кім шығады? Бізден Ерсен шығады. Сіздерден ше? Бізден Мен шығайыншы. Шығым кеп тұрдаш. WhatsApp, Instagram, 1 minute. Why here? What difficulties? Problems? Do you need problems? Ляска, ағылшындар мафиясын аяқты? Ой, sorry, brother. Sorry. Жазасыңдар ма? Жазбаймыз. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Әкеліңдер ма? Әкелдік. Қайда? Мына ағылшын кафедрасын майтапам неге келсеңіз. Exercise number 1. Достар, сөз соңында. Кепси құрамасы былтырғы жылғы күн мен ай сайысының жайдарма сайысы бойынша чемпиондары яғни. Дәл сол былтырғы чемпиондықта қайталауға келген Кепси құрамасы. Ендеше сіздердің алдарыңызда өнер
көрсеткен мемлекеттік тілдер және шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы Дәулетбақова Ләззат апайымыз. Және мен үшін әрқашан чемпион команда KFC. Перед вами выступает факультет пищевых производств. Встречаем! Дүркіретіп ғасыр тойын тойларға 40 жыл алды. Қайырлы жасату! Жігіттер деймін бе? Мына енді 30-ға ше барлығы мұғалімдермен шығады. Біздің ағай қайда? Қайда? Аймен күн емес па? Я. Апудың 60 жылдығы. Дәл емес. Дайсыңдар ма? Жоқ, дайын емес. Осы сендердің дайын емес екенін біліп, мен 3 ай бойы бір бидайнадым. Ойбай, қандай ағай? Күшті ме екен? Күшті екен ағай, мықты екен. Күшті. Билет бергенбіз ғой. Жігіттер, бүгін тақырып атуға 60 жыл. Біз тақырыпты толықтай ашамыз. Мысалы, біздің университетімізде 18 кафедра бар. Және де 100-ден астам профессорларымыз бар. Осы мұғалімдер білмейтін ақпаратты қайдан үйреніп аласың? Ой, аға, қойшы жаңа өзің айтқан ұштанақта. Осы және де осы атуымызда 85% қыздар. Атудың жеттерін түсінбеймін да, осы 85% қыздар жетпей ма деймін да, басқа универдің қыздарымен жүреді ғой. Сол түсінбеймін де. Бұл қалай? Түсінбейтін несі ме? Біріншіден, атудыңызбен танысасың. Танысасың. Кездесуге шақырасың, Кездесуге шақырасың. кафеге барасың. Барасың. Паркке шақырасың. Бір айдан кейін гүл алып, сөз айтайын деп барсаң. Сіз менің әкеме ұқсайсыз. Бауырымдайсыз. Дос болып қалайық дейді. Мен осы қыздар түсінбеймін. Түсінбейтін несі бар ағай ол? Дұрыс емес қой сіздікі. Бала шағаңыз бар, әйеліңіз бар ғой ағай? Жаңа біздің апайымыз бар еді ғой, апайымыз. Апайымыз да еді? Мамамыз жиналыста біз сендермен ойнаймыз. Алпыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария орнынан тұрып сәлем берді деген. Отыра беріңіз қалтай атай. Біздің Мағжан қайда осы? Қалтай ата бізге кубок беріңізші. Әйтпесе мамамыз бізді үйге кіргізбейді. Жігіттер деймін бе? Қыздар келіп, Мағжан қайда? Мағжан бір дайындықты ала келіп жүрейін ше? Есіктеріңа Димаш Құдайберген емес па? Күшті, күлмен ай, атудың 60 жылдығы, 60 жылдыққа бірдеңе дайындадыңдар ма? Менде сюрприз бар ғой. Сюрприз дайындапты атудың 60 жылы. Молодец. Қандай сюрприз ол? Тортты аламыз. Сағат 12 болғанда атудың биіне бар. Біз настамыз. Басы ыстың ба сен? Думай, бойың жетпейді ғой. Күшті.
мына бүгін бар ғой мына біздің күнмен айға небір мына театрда мықты тарландар келіп отыр еді біз өнер көрсетуіміз керек өнерлерің бар ма Өнер деген бар ғой. не істей аласың Қай ала? ұйықтай ала мақтанатын жағдай екен ұйықтай алады екінің бірі істей алмайды ғой бұл нәрсе енді өнеріңіздің шыңына жетіңіз не деймін ендеше чемпиондыққа дегенді қадаммен тағам өндіріс факультеті кеттік Қайырлы кеш, құрметті достар. Көреміз, сантехник ағамыз көшеде. Әке, аспан неге көк? Білмеймін. Жаңбыр неге жауады? Оны да білмеймін қызым. Ара қанша теңге тұрады? 500 теңге қызым. Тарихқа сүйенсек, Шыңғысханның 500-ге жоқ әйелі болған. Сол 500-ге жоқ әйелінің неке қию рәсімі бір күнде болса қалай болады екен? Қоңыраттың қызы Бөртке. Сіз Шыңғысхан Есукеевичтің жары болуға келісіміңізді бересіз бе? Келсіп. Дәл осындай мәтінмен Айсара, Күнсұлу, Мариям. құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі атудың 60 жылдығына орай, құрметті Қалтай аға, сізді телефонмен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құттықтағысы келген болатын. Сізге телефон апарып берсек. Телефондарың жоқ қой не? Дайындалмайсыңдар ма? Телефондарың болса апарып беріңдер Қалтай Сейітовичке. Назарбаев құттықтаймын отыр. Болыңдар, шыдам. Жоқ, болды, әне, бар екен. Рахмет, болып тұрыңдар. Кән, сізді құттықтаймын дейді. Алло, Қалтай Сейітович. Мен мына елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың естіген шығарсыз. Әзіл ғой. Мынау атудың 60 жылда құтты болсын. Атуларыңыз өркендеп, өсіп, өне берсін. Мынау енді күнмен айға мен өзім қыздарымды жіберіп едім, соларға бірінші орын беріп қоясыз ба, ұят болмасын, жақсы давай, қатысу ғой. Рахмет, бұл әзіл болады, негізінде. Құрметті әділ-қаза алқалары, құрметті көрермендер. Негізі күн мен айдың тарихына үңілетін болсақ, тағам өндіріс факультеті 4 жылдан бері жайдарманнан күн мен айда чемпион болмаған. Осы жылы 5-ші жыл чемпион болмайғақта 5 жылдық юбилейный концерт беріп сіздермен бірге болған біздің сүйікті ағайымыз Сергалаймен және де Мариям Шайхметованың немерелері. Мама Сақпетова. Сіздермен бірге болған тағам өндіріс факультеті. Рахмет достар. Рахмет ағамыз Фадылдыұлы, сіздерге көмек қалқымыз сайысымен. Құрметті қонақтар, құрметті көрермендер, ұстаздар, құрметті әділ-қазылар. Сіздер жаңағы осы көңіл талқылар сайысының алдында жеңіл өркендік және дизайн факультетінің қаражорғақ және қазақ хандығы туралы бейін көрдіңіздер. Техникалық ақауларға байланысты осы факультеттің бейіндерінің жалғасы қосылмайған болатын. Олай болса, алдарыңызда атудың 60 жылдығына арналған жеңіл өркендік және дизайн факультетінің қазақ биі. Қарсы алыңыздар.
Не жалея времени, ног и голосовых связок, пары оттачивали свои номера. Специально для мероприятия консультанты подготовили реквизиты, шили костюмы. Итак, встречайте наших участников в направлении современных танцев. Друзья, здравствуйте, құрметті көрермендер, білеміз, залдың іші ыстық, бірақ қазіргі би одан да ыстық болады. Сіздер келісесіздер ма? Кәдеки, Алматы технологиялық университетіне алпыс жыл. Олай болса, сахна төріне жақында ғана өткен 60 жылдыққа арналған ату дэнс батл жарысында гран-при иегерлері, экономика және бизнес факультеті заманауи. Хлопаем, хлопаем, поддерживаем. Қошеметтеп қойып. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tell you what to say. Don't tell you what to do. So just let me be myself. There's someone else to you. I'm young and I love to be young and free. And I love to be free to live my life the way I want. To say whatever I please. Ну, зажигаем, зажигаем вместе! Бурные аплодисменты!
Жастарыңызда болған экономика және бизнес факультеті. Келесі кезекте жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультеті. Қошеметтеп қошталайық. There's many pretty boys and a dance on every night. Mister, it's you. Call my eye. Бурные аплодисменты! Поддерживаем вместе! Давайте! I only have the guts. I will tell you right. If there's anything Зал, вас не слышно! There's many pretty boys and a dance on every night. Mister, it's you. Call my eye. Девочки, поддерживаем, поддерживаем! Жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультетіне қошеметтеріңіз. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. That's what I like.
Перед вами выступает факультет пищевых производств. Встречаем! Декан факультета пищевых производств Лязат Тимебековна. Club music. Me make it bounce on the left, bounce on the right. Two of them together, man, I watch me one night. Don't on the ground, me make it bounce, what a sight. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. That's what she a gone, my girl, make your bounce up, bounce up, make it bounce up, Нам make it bounce up. послышно бурные аплодисменты! Make it bounce up, make it bounce up, slow one, make she gone down, and it bounce up. She a bubble, bubble, she a tick tock. She a bubble, bubble, she a tick tock. She a bubble, Зажигаем, зажигаем вместе! she a bubble, she a tick tock. She make me twerk it, she make me bounce. She could drop to the dance, the man. The mama, mama, this a bounce up in months. Music make you lose control. Перед вами красавицы Double Vision! Пацаны, вас не слышно? So
келесі кезекте сахна төрінде өнер көрсететін инженеринг және ақпараттық технологиялар факультеті Production. Biggest boss and I've been the trillest. I'm a bigger problem when I cook the skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's boss. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Purple Lamborghini, purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Purple Lamborghini lurking. Wind up if you wanna, grind up if you wanna, push back if you wanna, do whatever you wanna, yeah. Roll back if you wanna. Перед вами декан факультета инженеринга и информационных технологий Юлия Васильевна Сталина. Поддерживаем полные аплодисменты. Do it like a pro, girl, you's a champion. Do it like a pro, girl, you are leading. Вот это жанра! Поддерживаем выше! Wind up if you wanna, grind up if you wanna, push back if you wanna, do whatever you wanna, yeah. Roll back if you wanna. Декан информационных технологий Юлия Васильевна Сталина. Do it like a pro, girl, you's a champion. Do it like a pro, girl, you are leading way. You're doing it so good and you're working out so smooth. Неткен талантты тұлға десеңізші, қазылар алқасында жеңімпаздарды анықтау қиынға соғатын секілді. Олай болса, құрметті қазылар алқасы, сіздерге шешім беруге рұқсат. Ал оған дейін құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, құрметті студенттер, сіздердің алдарыңызда қазір мына тұр. Ән байқауымыз, күй, би, өнер байқауы да өзінің мәресіне жетті. Сіздер білесіздер, биылғы жыл біздің тарихымызда ерекше жыл. Қандай да болмасын біздің шарамыз, біздің университетіміздің, өзіміз туған университетіміздің, өзіміз білім алып отырған алтын шаңырағымыздың 60 жылдығына арналады. Сондықтан мына жерде қыздар жігіттер, орындарыңызға тұрсаңыздар, орын бар ма? Отырайық. Қане, бәріміз отырайық. Отырайық. Орын бар, жеткілікті, бәріңіз көресіздер. Қане. Бір қазақтың үлгілі, өнегелі қыздар мен ұлдары сияқты орнымызға жайғасып отыра қалайық та, сызылып, мәдениетті болып қарай қалайық. Сонымен біздің бүгінгі байқауымызда университеттің басшылары, яғни факультеттің басшыларынан бастап, қосшылары, оқытушылар қауымы, профессор ғалымдар сахнаға шығып өнерлерін көрсетті. Әрине ол негізгі мамандықтар емес. Айғайлағанның бәрі әнші емес демекші, бұл кісілердің бәрі әнші емес немесе биші емес. Бірақ сіздермен бірге шығып, мен қыздарым мен жігіттерімді қолдайын, факультетімнің студенттерін қолдайын, соларды қолпаштап жүрейін деп, қанаттарына су бүркіп сахнаға шығарған ұстаздар үшін бір рахмет деп қояйын.
Екінші, біз өзіміздің мұғалімдерімізді, ұстаздарды жерге қаратпаймыз. Біз солармен бірге сахнаға шығып, мұғалімдеріміздің, оқытушыларымыздың мерейін арттырамыз. Беделі үстін боламыз деп жүрген қыздарымыз бен жігіттерімізге, студенттерімізге бір рахмет деп қояйық. Осы мына күн мен ай деген байқауды біз осыдан 5-6 жыл бұрын бастағанбыз. Алғашқы жылдары мына факультеттің басшылары біледі. Күн мен айға шығыңдар, сахнаға шығып студенттермен бір өлең айтыңдар дегенде, онысы несі масқара, студентпен бірге кісі билей ме екен, студентпен кісі өлең айта ма екен, біз мұғалім емес пе деген әңгіме шыққан болатын. Алайда олай емес екен. Сахнада студент пен мұғалім екеуі бірімен бір тіл табысып, бірін бір жаным, күнім дейді екен. Бұл ғажап тіршілік. Бірін бірі қарағым айналып кетейін дейді екен. Бірін бірі құрметтеп жүреді екен. Күнделікті өмірде, аудиторияда ғана емес, лабораторияда ғана емес, күнделікті өмірде, көшеде біздің мұғалімдеріміз студенттерін марапаттап, студенттер мұғалімдерге жол беріп, қадірлеп жүреді екен. Осыдан үлкен бізге баға жоқ. Сонымен, бүгінгі сайысты қорытындылаймыз. Әрине, сайыс болғаннан кейін, байқау болғаннан кейін жеңген болады, жеңілген болады. Сол себепті біздің бүгінгі сайыстың 7 түрлі номинациясы бойынша өнер көрсеткен барлық ұжымға алғыс білдіре отырып, сахнаға ең алдымен ұлттық би және заманауи би номинациялары бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтап сыйлығын тапсыру үшін Қарлығаш би ансамблінің жетекшісі Қарлығаш Зантасованы шақырамыз. Алматы технологиялық университетінің 60 жылдығына арналған дәстүрлі күн мен ай сазды сайысында ұлттық би жанры бойынша 3-ші орын алған экономика және бизнес факультеті. Осы жанрда 2-ші орын алған тағам өндірушілері факультеті. Мұғалім қайда? Кім билемеді? Қай мұғалім биледі? Қай мұғалім биледі? Бұдан кейін сахнаға мұғалімдер өзен бірге шығыңыздар. Бұл суреттердің бәрі біздің университетіміздің 60 жылдығына арналған арнайы кітапқа тіркеледі. Рахмет. Ұлттық би жанры бойынша 1-ші орын алған инженерия және заманауи би номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын алған жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультеті.
үшін осы жүлделі орындар мен бас жүлденің қасында әрқайсында қомақты конверт бар. Конверттің салмағы өте ауыр. Екінші орын алған инженеринг және Рахмет. Заманауи би жанры бойынша бірінші орын алған тағам өндірістері факультеті. Рахмет. Біздің байқауымыздың келесі номинациясы, келесі жүлдегерлер халық әні және КВН КТК ойындары бойынша сыйлық тапсыру үшін Қазақстан Республикасының қайраткері, ақын, публицист, ЮНЕСКО сыйлығының лауреаты Кенебай Жұмашев ақсақал. Алматы технологиялық университетінің қазақтар, құшақтасу, сүйісу, бірімізді-біріміз құттықтау әлі алда. Кішкене сабыр сақтайық, жарай ма? Сонымен қуану керек, әрине, қуаныш қой бүгін барлығы. Алматы технологиялық университетінің 60 жылдығына арналған дәстүрлі күн мен ай сайысында КВН жанры бойынша 3-ші орын алған үшін тағам өндірісі факультеті. КВН КТК жанры бойынша 2-ші орын алған үшін экономика және бизнес факультеті. Мұғалім қайда? Экономика бизнес факультеті мұғалім қайда? Қайда КВН? Қайда? Рахмет. КВН КТК сайысы бойынша жүлделі 1-ші орын алған Жеңілдері Дизайн факультеті. Келесі жанрымыз халық әні жанры бойынша. Халық әні жанры бойынша күн мен ай сайысында жүлделі 3-ші орын алған
Технолога экономикалық колледж. Халық әні. Халық әні жанры бойынша жүлделі екінші орын алған тағам өндірісі факультеті. Рахмет. Халық әні жанры бойынша жүлделі бірінші орын алған үшін ақпараттық технология Рахмет. Рахмет. Келесі жанрымыз біздің заманауи ән және аспаптық жанр. Осы жанрлар бойынша жеңімпаздарды анықтау үшін сахнаға Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттік оркестрінің соло домбырашысы Сағадат Ақжолова. Алматы технология университетінің 60 жылдығына арналған дәстүрлі күнмен ай сайысында вокал жанры бойынша 3-ші орын алған технолога экономикалық колледжі. Вокал жанры бойынша 2-ші орын алған үшін тағам өндірістері факультеті. Саят Бердіғалиев ойнайды. Рахмет. Рахмет. Вокал жанрындағы заманауи ән орында 1-ші орын алған үшін жеңіл өнеркәсіптің дизайн факультеті.
бір мұғалім, 2 студент, шығыңыздар. Қалған қайда? Сіздер қойдың. Рахмет. Аспаптық жанр бойынша жүлделі 3-ші орын алған экономика және бизнес факультеті. Аспаптық жанр бойынша жүлделі 3-ші орын алған экономика және бизнес факультеті. Аспаптық жанр бойынша жүлделі 2-ші орын алған технолога экономикалық колледж. Аспаптық жанр бойынша жүлделі 1-ші орын алған тағам өндірістері факультеті. Рахмет. Қазылар алқасының төрағасы, Қазақстан Республикасының кино қайраткері, Қазақстан Республикасының кинематографиясының үздігі, профессор Шаяхмет Имашұлы. Театрландырған көрінішіне үздік ұжым номинациясын тапсырады. Сәл тыныштық, ол құрметті студент жастары, қуанышты болсын. Қуанышты болсын. Сәл құлақ салыңыздар енді. Әзір бітеді. Мынау бүгінгі күн сіздер үшін мынау ұлттық технология университетінің студенттері менен ұстаздарының бас қосылған күн менен күн деген бүгін бір әдемі тақырып. Күн менен ай деген, күн менен түн болатын, ақ менен қара деген сияқты, әлгі шындық пен жала деген сияқты, қоржының қос басы сияқты дүние ғой. Мынау ай менен күн бір әдемі теңеу екен. Бірінсіз бірі өмір жоқ сияқты ғой. Ұстаздар менен студенттер тіл табысып, осындай дүйім елге үлкен өнер көрсетіп жатқанның өзі бір үлкен дүние. Мен талай жерде болып жүрмін, көздеріме мақтағаным емес, тіл көзден аман болыңдар. Расында мен бүгін 3,5 сағаттай тапжылмай отырдым. Ол менің тарихымда онша көп болған жоқ. Қай жерде болмасын, отырсақ 1-2 сағатта. Рахмет. 1-2 сағатта созылып кетті, осы тезірек бітірсек екен деген бір ой қалмайтын. Бүгін сол аяқталмай қойса қалай болар екен дедім мен. Себебі ақырына сәйкес, мына жерде осы университетке өңшең қазақтың әр түкпірінен жеріміз кең ғой, дүние жүзінде 9-ші орын аламыз деп жатамыз. Сол өңшең талантты ұл-қыздары жиналған екен. Оның үстіне мұғалімдердің өзі сахнада бірге жүргеніне мен өте тәнті болдым. Міне үйлесім қайда, міне шындық қайда, міне өнерге әркімнің бар таласы дейді ұлы абай аталарымыз. Сол өнер деген ұлы мәртебелі өнер адамның дүниеге келгенде
қабат келетін, сол жас нәрестемен бірге келетін өнер өнер. Ол қай мамандықта болмасын. Сондықтан ол математик бола ма, химик бола ма, әртүрлі мамандықта дәрігер бола ма, өнер деген қалмайды ол. Ол әркімнің өзінің жанында жүретін, сол өнерді паш ететін күн болды бүгін. Сондықтан мына технология университеті өзі аты айтып тұрғандай өнерпаздар өшірді екен. Мен қуандым соған. Ойыма Мұқағали ақынның бір шумағы келіп тұр. Мынау қараны ақтан аршып алу үшін ақ пенен қара деген бір өлеңі бар. Қап-қара ғажап сиқырлы қашпаңдар қара бояудан, қандырып уызын құмды қап-қара түннен оянған. Қап-қара түнді көрдім де жап-жарық таңға кездестім. Қарасы сірә мен мүлде әппақтың нарқын сезбеспін. Жарымның шашы қап-қара, көзі де қара шамасы, сондықтан жүзі ақ қала, сондықтан әсем қарашы. Ақ пенен қара алмасып тұрса әрдайым, ақ түске қалар жармасып, қараны неге алмайын. Қап-қара көзді бір қыз бар, қашпаңдар қара бояудан, аспан жұлдыздар қап-қара түнде оянған. Өнерде де жолдарыңыз болсын. Мынау жүрек деген нәрсе дүрсілдеп тұр. Сахнаға 47 жыл болды шығып жүргеніме, бүгін тіпті мына жүрек қояр емес. Оны Мұқағали ақынның тілімен айтса, сен менің жүрегімді жаралама, шыдайды ол қуанышқа қазаға да. Жүрек деген сезім ғой, сезіммен кел, болмаса мазалама дейді Мұқағали ақын. Сол бір сезім ашылды. Қуаныштарыңыз құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Оқуды әдемі аяқтап халқыңызға қызмет етіңіздер айналайын. Ақ баспаған жерін тұлпар үшірек басады дейді, әлі талай жолығатын сияқтымыз. Мен енді өзімнің миссиямды орындайын. Мынау төраға болғаннан кейін бір-екі қосалқы сөз беріп жатқаны ғой, айып етпейсіздер, Қазылар алқасын жақындауларыңызды сұраймыз. Уақыттарыңызды бөліп, арнайы келгендеріңізде сізге университет басшылығының атынан шын көңілден рахметімізді айтамыз. Шәкелдер жанатыңыз. Енді бір-екі номинациямыз қалды. Соның ішінде мынау арнайы тапсырылатын көрермендер көзайымы деген номинация бар. 60 жылдық тарихқа арналған күн мен ай бағдарламасында көрермендер көзайымы атанған Кирбетова Жанар Сағатқызы, экономика және бизнес факультеті. Кирбетова Жанар Сағатқызы. Күлменай сайысында тағы бір бағдарлама біздің номинациямыз бар. Әртістік қабілет үшін деген. Әртістік қабілет үшін технология экономикалық колледждің оқытушысы Қуаныш Нашарбекова. Қуаныш Нашарбекова қайда? Тастаңыз, қолыңыздағы бәрін тастаңыз. Енді Қазылар алқасының төрағасының қолынан театрландырған көрініс жанры бойынша екінші орын алған үшін экономика және бизнес факультеті марапатталады.
бойынша бірінші орын алған тағам өндірістері факультеті. Енді былай істейміз қазір. Үздік ұжым деген номинация бар. Осы үздік ұжымды тапсыруға сахнаға тек факультеттің деканы мен орынбасары ғана шықсын, жарай ма? Содан кейін басқаларды шақырамыз да студентке бірге түсеміз. Келістік қой? Сонымен үздік ұжым атанған тағам өндірістері факультеті. Тағам өндіріс факультетінің қыздар мен жігіттері сахнаға шақырамыз. Құрметті қыздар мен жігіттер, сіздердің аттарыңыздан осы бүгінгі шараны ұйымдастырған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, біздің ұжымымыздың жетекшісі Жүсіпәлі Мақсатқа алғыс айтайық. Жүсіпәлі Мақсат қайда? Жүсіпәлі Мақсат. Сахнадан түсеміз. Тағам өндіріс факультеті сахнадан түсейік енді. Төменгі жаққа қарай шуылдаңдар. Жүріп кетсіңдер, келіңіз. Қазір басын. Қайда деканы қайда? Жеңімпаз факультеттің деканы қайда? Деканы қайда? Қайда декан қайда? Байбол, неге сүйенбек бар? Келіңіз. Деканның орынбасары қайда? Екі факультеттің деканның орынбасары қайда? Колледждің директоры, колледждің деканның орынбасары қайда?
Киев, Пеканы қайда?